достар, сізбен бірге мен Диана, мен каналыма қош келдіңіздер. Достар, бүгін өте қызықты видео түсіретін боламыз, сондықтан да лайк басып, подписаться етуді ұмытпаңыздар. Бұл серияның аты «Көршілер» атты серияның екінші сериясы. Енді және достар, менде 2 YouTube канал бар, оның астына жазып кететін боламын. Ендеше видеоны көп созбай тезірек бастайық. Достар, қараңыздар, менде посылка келетін жерден осындай күшті бір посылка келіпті. Енді мен осы посылканы именно осы видеода ашайын деп отырмын. Достар, қараңыздар, неткен әдемі, әрі қап-қара күшті бір көйлек шығыпты ғой. Осы взломда бар ғой. Әдемі көйлектер шығып жатыр. Еще бұрынғы көйлектердің өзгеше, кәдімгі принцессалардың көйлегі сияқты. Как раз өзіңізге керемет жарасатын көйлек екен, өте күшті екен. Достар, маған өте қатты ұнады. Мен бұған 10-10 деген бағаны беремін. Болды, міне үйімізге келдік. Енді мына заттарды бәрін жинастырып, киімдерді орындарына қойып тастайын. Одан кейін тезірек көп сөзбай видеомды уже бастай беремін. Достар, өте қызық болады. Болды, мен уже бастай беремін. Ой, кішкене демалып телевизор көрейікші. Енді сен анашыма су әкеп беріңізші. Жарайды қазір. Осыны ішіп көре. Мен саған бір нәрсе айтайын деп едім, жүрші сыртқа. Сен білесің бе, ертең қандай күн екенін? Ертең білмеймін. Ертең воскресенье? Енді воскресенье күні қызымыздың туған күні ғой, тупой. Ойбу, ұмытып кетіппін ғой. Кешірші. Ой, менен неменеге кешірім сұрап айтсын. Бүгін дайындалу керек. Сосын ана көрші бар емес пе? Сол көршінде қызы туған күні болады екен ертең. Бүгін түнгі сағат 12-де соны тойлаймыз. Сосын ертең тағы да тойлаймыз. Бүгін түнгі сағат 12-де просто happy birthday to you дейміз. Ал ертең торт жеп, сыйлық сыйлап шешеміз. Бүгін бәрін істеп тастау керек. Ойбай, сесу керек екен ғой, олай ұшықтасам да тісіме кірмепті. Онда қазір 3-тен барып келейік соған. Өтірік айтпаймыз да, бір қызымыздың туған, бір көршінің туған, ана Амина деген тосқанымыздың туған күні болады, соған барасам, анандай деп өтірік алдырсамыз да. Айтып қойма. Жарайды. Сенің әр сөзің білдірген көзің ғой. Сен айтсаң болды ғой. Мен қазір көршімен сөйлесіп көреме. Айтпа нағызға, мен қазір көршімен сөйлесіп кеткен мен сұрап көрем. Ұйықташы бір. Іште отырайын. Жүргелдік қой, үйге құрсын қасқа. Анашым кеттім өнем. Қызым, шашамадың ба? Жоқ, анашым. Қазір мен саған су берейін, суыңды ішіп, коктейль берейін. Сіз коктейль ішіп отыр, жарайды. Мен ұйықтым кеп кеттім, іште отырам. Видео түсірем мен. Чататамы қанды фәңгітіңін әне мой. Бері берсін. Ішім піспетті ғой. Телефонына включеді. Біреу звондап жатыр. Алло? Саламыз ба? Ертең қызымыздың туған күні. Қазір сұрап тұрмыз. Жүресіз қай? Саламыз ба? Айта беріңіз. Естет қызымыздың туған күні емес пе? Ертең қызарыңыздың туған күні ғой, соған ба? Дайындалу керек екен ғой. Болды, сыртқа шығасыздар,
Сіз қашыңыздашы, бір сыртта тұр. Жарайды. Есімізде шығып кетіпті ғой, ертең қыз бізді туған күнге сосын мына көшінде туған қызының туған күні болады екен. Бүгін сағат 12-де тойлап, еше подаркаларын, торттарын береміз. Ойбу. Ұмытып қалған не? Сен ұмытпасаң, мен не ұмытпаймын ғой. Ой, маған бәле жабасамасы. Қазір шығады, үйімді құлатып көрейікші. Есік біреуді құлатып тұр. Кім? Яна көрші ғой, ашарсыз. Саламатсыздар, ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам, саламатсыз ба? Бүгін, ертең, бүгін сіздігі сағат 12-де тойлаймыз. Қазір сағат примерно 2:30 болып қапты. 3-ге киініп, кішкене сөйтіп, бірақ шығайық. Ана бір өтірік алдай саламыз, бірнеше. Я өтірік алдай салайық. Қазір шығып кетейік онда. Қазір киініп, сосын бүгін подаркалар, бүгін торт әкелейік. Ертең тағы да торт жей салайық, не болыпты? Жарайды, сөйтек салайық, артық етпейді. Ертең сөйтек сол. Неден білмей қалдым. Үйсімізді не дейміз, сөзге кедейміз деп қазы. Братан. Қойыныр ма? Бүгін қазір шығып кетейік, онда кеттік үйімізге киініп шығайық. Пока. Ойду. Шатасып кетіпті ғой. Болды. Қазір шығып кетейік. Қызым. Не қылды? Қойшы. Жанысым. Қазір бір тұсқанымызға сыйлық алуға барамыз. Бізді көршіге де бар екен. Үнем бірге болып жүретін болдық қой. Типа бізді отбасымыз. Қазір киініп, тез бір жаққа барамыз, қызым, Янашым. Негізі мен туған күнім қашан болады? Мен туған күнім өткесін, сізден туған күндеріңіз болады, Мен туған күнімді күтіп жүрмін бағу. Күтіп жүрмін бағу. Сен кеме туған күнім бағу. Күтіп жем. Кемейді туған күнім. Келеді ғой. Қазір мен киіне алайын. Ана киімді киім алайын. Кіші киіміппін бар ғой. Или кішкене үлкендерші қойдым ма? Үлкендерші болады екен, ой қой берші. Әдемі ма? Әдемі кие берші. Мама, мен осы киіммен кете беремін. Бар жаққа барамын, мен осы киіммен білесіз бе? Вау! Бейсі ма, мама? Бейді. Ярамыла. Менде әдем киімді киіп олыңыз, красавчик. Болды, кеттік. Кеттік қазір киініп шыға берейін. Қызым, қазір бір жаққа барамыз. Ура! Анашым, мен туған күнім қашан болады? Болады жақында. Болады. Анашым, онда туған күніңіз болатын болса ше. Мына киімді киіңізші, өтініш. Бұны вообще кимегенсіз ғой. Мен туған күнімде киіңізші. Жарайды. Ура! Қазір бір жаққа барамыз, туысқанымызға сыйлық алуға барамыз. Көршілерде бар екен. Как раз бірге баратын болдық. Күшті болатын болды. Мен жоқ бұны әкешім. Ал қызым, ертең мынаны киіңізші. Жарайды. Сен айтсаң болды ғой. Онда бүгін мынаны кие салам.
Мен осымен кете берем. Болды, кеттік. Телефонды қалдырып кете салайық. Ақшаны алып ала салайық. Или Каспий Голдпен төлей саламыз. Сөйте салайық шықсын. Болды, кеттік. Ақша алып керек қой. Мен газ алам. Мына бір алдында ала салайық. Болды. Майдалып береді ғой. Құста. Болды, кеттік. Как раз да көршілер шығып жатыр. Болды, біз шықтық, енді кеттік. Ой. Кеттік. Енді қай жаққа барсақ болады. Көрейік. Сыйлықтар қаяқта болатын еді. Әдем сыйлық алу керек еді. Бір қызымыз. Мен осы жерден тоқтата салайыншы. Ай, бізден не? Мынандай жерден тоқтатып кетті. Кеттік. Қай жер бар ойыншық сататын? Елешем. Бір ойыншық сататын өзіміз жер ашақ бекен. Ойыншық сататын қай жерде бар екен? Новыйдан здание салынған еді ғой, соған барып көрейік, может быть. Давайте. Болды, мынаған кірейік. Осы да жаңадан дүкен ашылған, осыда көмсет табамыз деп ойлаймын. Осыда көмсет табатын шығармыз? Потому что он новенький магазин, да. Давай быстрее. Мен өзіміздің армыздан айтаған басқа пиндодудың заказ берген затымыз бар еді. Пиндодудың. Мына жерде күшті бар екен ғой. Кеттік. Мына жеріне түсе салмай, мына жеріне келейік. Осы жерінен желәп бір кассаға барайық. Кез ол кассаны адаммен танысайық. Это же администрация, потому что мне очень нравится. И все. Болды, кеттік, барайық. Касса осы жерде, ау, сіздер осы жерде тұра беріңіздер. Мына жерде адамда болады екен ғой. Осы жерге я қазір позвоню. Қазір адам келеді, по-моему. Ой, кете берейік, күшті екен. Сіздер тұра тұрыңдар, осы жерде біз барып келейік. Саламатсыз ба? Саламатсыздар ма? Сіздерге не керек болды? Мен бұл жердің администратормын, и кассасымын. Сіздерге не керек? Айтып кетіңіздер. Бізге кішкентай қызға туған күніне заттар керек. Бар ма сіздерде? Бізде бар. Мына жерде бізде только косметика алам десеңіздер өз беттеріңіз. Мына жерде сіздер мындай пакетиктер бар. Бірінші мынандай заттармен аласыздар. Мынандай пакетикке орап берем десеңіздер болады. Бізде мысалға мына қораптың ішінде осындай кішкентай қыздар балдарға арналған мындай пакетик бар. Бұған сыймайды, мен үлкен алам десеңіздер, мына жерде мынандай бар. Бұдан тек біреу ғана емес, 4 түрі бар. Осындай бізде. Және тек бұндай ғана емес, бұның 1000-ы бар. Сіздер осындайдан 2 беріңіз, 3 беріңіз десеңіздер де. Сіздер нешеусіздер? Мысалға 6-сіздер, 6 беріңіз десеңіздер де бере аламыз. Бізде склад да бар. Міне мына жерде есік бар, ол не десеңіздер, ол склад. Осы жерден мен сіздерге алып беремін. Мына жерден осындай алып беріңіздер. Сосын ана арғы жақта бізде детский заттар бар, сол жерден өздеріңіз заттар аласыздар.
жарайды. Вау, күшті екен, я, екен мынандай үйіміз бір-бірін ұстап алайық та. Кетті. Біз болдық, болдыңдар ма, кеттік онда жата алайық. Или бой сендер бармай-ақ қойыңдар. Бәрібір сендерге алмаймыз. Бізге емес па не? Жарайды. Онда мынамызды ішіп қоямыз. Молодец. Болды, ішіп тұра беріңдер сендердің мен. Ассаламағалейкум. Уағалейкум ассалам. Как ты, брат, да? Ладно, жерде күшті, мне очень нравится. Маған өте қатты ұнап жатыр. Давайте екеумізде бірдей сыйлық алып көрейік. Мен мынандай слайм ала, мен розовый заттар аламын. Менің қызым розовый заттарды қатты жақсы көрмейді. Біз көбінесе қара, жабық цветтермен өмір сүріп, жизніміз сондай болып кеткен. Сондықтан да үйтіп, әсілі розовый нәрсені жақсы көрмейді. Мына жерде мен өте көп ойыншық алғым келіп тұр. Менің де мына жерде өте көп екен, осы жерден де алсам ба деп отырмын. Мен де көрейік енді. Мен мына жерден қызыма осы екеуін алайын. Әдемі сияқты. Мен мына жерде қызыма мына екеуін алайын. Осы екеуі әдемі сияқты. Бұл жерде көп заттар бар екен, я. Я, мына жерде мен үйге көбін алам, ау деймін, ана балаға. Я, күшті өшін ма, бүбе тұрсақ қоя екенбіз. Мен бұл жерден мынан аламын, мынан аламын. Ал мен қызыма осындай алам екен, осындай оған өте қатты ұнайды, сосын бір өзінше болған жақсы көреді өзі. Мына жерден осындай мен екі пара қалам. Екеуміз бірдей алдық да. Мына жерден осындай кішкентайын алайын, осындай. Ой, сондай аласың ба? Мен қызыма осындай милый ойыншық алғым келіп тұр. Мен қызыма сосын осыны алам, және де мынаны алғым келіп тұр. Мен мына жүректі алғым келіп тұр. Көп зат алдық болды кеттік. Көрмеді. Мынандай қалып кету керек еді. Сап көрекші. Бұған сіздерде алып кетуге болатын едіңіздер, бірақ мен бұны сіздерге айтудан ұмытып кетіппін, айып етпеңіздер. Ой, күнә сізден емес бізден. Біз көрмегенбіз. Күнә сізден емес бізден. Білесіз бе? Ой, не деген күштісіз. Оған бәрібір затты алу қиын болады. Енді бірінші мен заттарымды алайын. Сіздерге мынандай қораппен арнайы беру керек сияқты ғой, иә? Енді мына жерден қазір затыңызды полный маған беріңіз. Болды, бәрін істеп берін, ақша төлеңіз. Болды. Болды, осылар жетеді. Болды, төлеңіз. Болды, әйтеуір келдік осы жерге. Әне-міне. Ахулеп. Әйтеуір затымды алдым. Болды. Өзі ақша алып келейш. Алтын берем. Алтын мен сосын сізге де алтын берем. Бұл да алтын есептелмейді. Қолыңызға бере салайын. Болды, алдым. Енді сіздерге әдемілеп тұр упаковкамен жасап берейін. Сұрай тұрыңыздар. Болдым сөйлес.
мына упаковка болатын шығар. Тимейді. Осы болады. Точно осы заттарды аласыздар ма? Басқа ешқандай зат алмайсыздар ма? Алыңыз. Күштісін, ай! Маған да орап беріңізші. Жарайды. Қазір бітейін деп қалдым. Күшті орайды екен. Күшті орайды. Болдым. Рахмет, кеттік. Сау болыңыздар, енді менде келесі екеніздер, келеміз. Күшті магазин екен дәтті бұл. Көзім тоймайды. Мына жерден бір шығып алайықшы. Мен әлі құшақтап жүрміз. Біз мороженое аламыз. Мороженое. Мына біздің заттарымыз. Ой-бай. Мына біз су аламыз. Алайық. Болды төледім. Рахмет, сау болыңыздар. Болды, кетті заттарымды алдыңдар ма? Алдық. Наворот емес па? Сен мына жерге тұр. Бәсе. Енді кеттік. Біз новый үй аламыз ау. Сұлғы екеуміз де давайте. Или екеуміз бірге алайық. Қарсы емеспін, екеуміз де бірге жүрміз. Онсыз да үнемі бірге уақыттарымызды өткіземіз. Екі этажный үй соғыпты ғой. Давайте сол үйді алайық. Қалай болады, оған сиямыз ба, симаймыз ба? Симаймыз ау. Или екеуміз екі бөлек үй алайық. Ой, одан да екі этажный үйді екеуміз ала берейік. Болды, сендер кет. Біздің өзіміздің арнайымнандай дайындап қойған сыйлығымыз бар. Болды осылар ғана. Болды, көрінбейтін жерге қойдым. Кірейік. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Қызым, сен ұйықташ бөптен. Мынанжы болсаңыз. Әдейім ғой. Болды ұйықтаймен. Қарынамын шеше сау жарайды. Әйтеуір үйге жеттік. Енді анан туғаныңе дайындал керек. Өзіміздің үй киімімізді киіп алайық. Осы бір шаршап бетім бар ғой. Зато сұрамаған жақсы болды, Әйтпесе бізден сұрап, миымызды аштық. Мынаны кие салайықшы. Мынаны қарағанда маған анау жеңіл. Мына жерге іле салайық. Енді оның туған күніне дайындалу керек. Мен заттарды алайын. Еще қара, мен осындай алдым. Күшті ғой, осында береміз. Ананың ішінде бірақ көп зат бар. Мен оны мына жерге кішкене көріп отыра тұрайын. Келдік қой. Қызым, сен ұйықтап өпті. Қазір мороженое жеп алайын. Әдейім ғой. Алт кеттім, анашым, мен ұйықтайым. Әйтеуір келдік қой, үйге құрсын. Шаршап кеттік. Киімімізді ауыстырып алайықшы. Осындай киім киіп жүре береміз ау, Қош, бұндай киме қояйық, или болмаса. Ондан кел. Бұл мына тұра берсін. Ана бағанағының костюмын алайық. Мына жерге ілейік, сосын бұл киім киісін. Мына жерге болды. Басымдан шеше салайын. Істемеймін, мынаны кием ау. Жоқ,
Нан келмейсің. Мына мен нан кел. Анау жарысып сән мақұл жүре берейін. Болды, мен кішкене демалып алайыншы. Енді мен дайындалу керекпін. Не дайындасам болады? Шкафтың төбелерін көру керек. Көрейінші. Мына жерлерге аттағы нәрселер жабыстырып шығайын қазір. Болды, осылай дайындап алдым. Мынанда болмайды олар дайындап. Мына жерге мына салаттарды атсам. Торт. Болды, мынаны. Мыналарды тағайық кішкене. Дайын алайық. Мына қолымызға ұстайық. Той, бұнан бекер алдық. Ертең жемейміз бе таттам. Бүгін де ала саламыз дейміз ғой. Қош. Қараме осыны ойын шығып кегем. Өсімнен мемнен селайын. Осада татылады. Иә болды. Енді мыналарға келетін болсақ, бұлар да уже дайын. Енді кетейік. О, кеш батты. Ой, біз анандай алмаппыз ғой. Болды. Саат 12 болып жатыр. Бір. Қазір 12 болады. Бір. Екі. Үш. Жасета жүрейік. Ура! Менің туған күнім! Күштісінен! Осындай жасатшы болады екен-ау. Туған күнің менен, туған күнің менен, туған күнің, туған күнің, туған күнің менен. Анашым, рахмет. Анашым, мен қатты қуанып жатырмын, қуанғаным жылап кеткім келіп жатыр. Туған күнің мен. Рахмет. Маған неше күшті сыйлықтар дайындапсыз ғой. Мен осыны алғым келіп жүреді ғой. Анашым, рахмет. Айтып отырмын ғой, қуанғаннан жылағым келіп отыр. Қандай болып сөйте жылау бар екен ғой. Болды, енді туған күнің құтты болсын. Құттықтаймын. Рахмет. Мыналарда туған күн болады, достар. Күшті болып жатыр, қазір күшті болайын депті. Мына жерге қойып. Мына не? Не болып жатыр? Мені туған күн. Анашым, менің туған күнім. Туған күнің менен, туған күнің менен, туған күнің, туған күнің, туған күнің менен. Құтты болсын. Рахмет, анашым. Қызым, енді біз сіздерге сыйлығымды. Анашым, күштісін-ай. Мен осының бәрін армандап жүредім. Рахмет, анашым. Болды, құтты болсын туған күнің. Енді қасымыздағы көршіге барып қайтайық. Бұл сыйлықтардың барлығын біз жаңа үй аламыз. Көрші екеуміз 2 этажный үй аламыз, сонда бәріміз бірге тұратын боламыз.
Күшті ғой, сіздер маған өте туған күнімде күшті сыйлық сыйладыңыз. Бүгін сағат 12-де туған күн тойламашы еді ғой. Тойлайды, 12-ден бастап ертеңгі сағат 12-ге шейін тойлаймыз, бапты? Бір күн туған күн күштісін, даже сіздер маған 2 күндік туған күнді алып келіп отырсыздар. Рахмет сіздерге. Ғашық, мына жерге заттарды қойып қояйық. Деп барайық, кеттік көршілерге. Тук-тук-тук. Тук-тук-тук. Болды, енді көршілерге барайық, қызым. Мені саған арнаған жақсы жаңалығымыз бар. Ол қандай? Қандай десең, ол біз көршілермен бірге 2 этажный үйде біреміз бірге тұратын болдық. Күшті. Күшті болды. Туған күніңмен. Туған күнің құтты болсын. Туған күні құтты болсын. Туған күні құтты болсын. Құтты болсын туған күндеріңіз. Келіңіздер, сыртқа шығайық. Есік ашық тұра берсін. Туған күндеріңіз құтты болсын. Бақытты болыңыздар. Бай болыңыздар. Ешқашан ауырмаңыздар. Мынандай кішкентай әп-әдемі мөлдіреген көзі бар әп-әдемі қыз өскесін үлкен қыз болып өте берсін. Өскесін сабағын жақсы оқысын. Құдай қаласа қызы өзінің інісі болсын. Әмин. Туған күнің құтты болсын. Осындай әп-әдемі сұп-сұлу қыз болып өсе бер. Сендерді туған күндермен құттықтаймын. Енді өз қызымды да, сіздердің қыздарыңызды да туған күндеріңізбен құттықтаймын. Ертең достар, осымен видео аяқталды. Келесі кездескенше сіздер 3-ші бөлімін көргілеріңіз келсе, сіздер бұған 100-ден аса просмотр жинап, хотя бы болсын, мен сіздерге ешқашан естіп жина деп айтқан емеспін. Енді менің подписчигім уже 104 болды. Соны 110-ға жеткізіңіздер. Одан кейін өте көп 100-ден асқа просмотр жинасаңыздар, хотя бы 10 лайк жинасаңыздар, мен сіздерге 3-ші сериясы түсіретін боламын. Оңайлықпен 3-ші сериясын көре алмайсыздар. Ха-ха-ха дей. Достар, видео өте ұнады деген ойдамын. Сондықтан да лайк басып, подписаться етуді ұмытпаңыздар. 100-мыңға, менің подписчиктерімді 1000-ға жеткізбесеңіздер, достар, өтініш. Ендеше сау болыңыздар.